Бұл видео Алматыда түсірілді, бірақ оны көрген екі адам жоғалып кетті. Камерадағы соңғы кадрда бір нәрсе бар. Оны байқағандар түнде ұйықтай алмайды. Егер орманда мұны көрсең, қашпа, кеш болады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Алматының таулы аймағында түсірілген видео контент өшіп қалды. Қайта қосылғанда кадрда өте ұзын, беті жоқ, қара сұлба пайда болды. Сол түннен кейін екі студент із-түзсіз жоғалды. Бұл жай аңыз ба, әлде Слендермен шынымен бар ма? Алматы, күздің соңғы күндері қалада тұман жиілеп, кеш бата ауа біртүрлі ауырлайтын. Арман, Дамир және Нұрдәулет университеттің бірінші курс студенттері. Олар блог жүргізетін, түнгі қала мен тауға шығуды жақсы көретін. Көк төбенің ар жағында ескі соқпақ бар, деді Дамир. Адам аз, видеоға жақсы фон, деп қосты Арман. Сол түні олар медеу жақтағы орманды аймаққа кірді. Камера қосулы, басында бәрі қалыпты еді, бірақ бір сәтте орман тым-тыныш болып кетті. Жел де жоқ, құстар да үнсіз. Естідіңдер ме? Деді Нұрдәулет сыбырлап. Не? Біреу жүрген сияқты. Камера сол сәтте өздігіне өшіп қалды. Қайта қосылғанда жазбада біртүрлі нәрсе байқалды. Алыста ағаштардың арасында өте ұзын, арық, қара сұлба тұрды. Беті жоқ, киімі қара, қолдары шамадан тыс ұзын. Монтаж шығар, деді Арман, бірақ дауысы сенімсіз шықты. Сол сәтте Нұрдәулет жоғалып кетті. Телефоны жерде жатыр, экранда бір ғана жазу: кетпе. Арман мен Дамир айқайлап жүгіре бастады, бірақ орман бір шеңберге айналғандай, қанша жүрсе де бір жерге қайта келе береді. Ағаш діндерінде бала салғандай суреттер пайда болды. Ұзын адам, көзсіз бет, жылап тұрған адам, ал алыстан сыбдыр емес, демалу сияқты дыбыс естілді. Дамир артқа қарады және айқайлап жіберді: артыңда. Арман бұрылып қарағанда ол өте жақын тұрды. Ол қозғалмай тұрды, бірақ сол тұрған күйінде ақ қысым сезілді. Бас айналды, көз қараулатып кетті. Арманның есінде қалғаны ойдың ішінде бөтен дауыс: қарама, қашпа, сен енді менікісің. Арман есіне танып қалды. Таңертең медеу жақта туристер бір жігітті тауып алды. Арман, киімі лас, көзі қорқыныштан ашылып қалған. Тағы екеуі қайда, деп сұрады құтқарушылар. Арман тек бір сөзді қайталады: ұзын, беті жоқ. Нұрдәулет пен Дамир ешқашан табылмады. Полиция камераны зерттегенде соңғы кадрда бір кадр ғана болды. Арман есіне танар алдында түсірілген. Кадрдың артында Слендермен тұрған. Ал ең қорқыныштысы, сол кадрда тағы бір адам тұрған. Бұл кадрды көріп отырған сен еді, соңы емес. Алматының таулы аймақтарында кейде түнде камералар істемей қалады. Адамдар бағыттан адасады. Орманда суреттер пайда болады. Себебі Слендермен қарағанды ұнатады. Ал оны көрген адам ешқашан бұрынғыдай болмайды. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.